Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін бисквитті рулет, экстра рулетін жасаймыз. Өте оңай және әрі дәмді жасалатын рулеттардың бірі. Бисквитқа керекті заттар төменде жазылған. Ыдысымызға жұмыртқамызды және қантымыз салып, әбден миксерлейміз. Миксерлегенде қант мен жұмыртқамыз 2 есе аппақ боп ұлғайғанша миксерлеп аламыз. Миксерлеп алғаннан кейін үстіне ұн салып, астынан төмен венчикпен араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді пергамент қағаз төселген ыдысқа қамырымызды тегістеп салып, 180 градуста 20 минут пісіреміз. Қамырымыз пісті. Енді астындағы қағазын алып, қамырымызды суытамыз. Қамырымыз суығанша крем дайындаймыз. Творог сүзбемізді алып, 5 пайызды сүзбе және сармай, лимон цедрасы және қант ұнтағын салып, блендермен езіп аламыз. Блендермен жақсы езіп, кремімізді дайындаймыз. Креміміз осындай дайын болды. Енді бисквитіміздің үстіне сәл сиропты жағып аламыз. Сиропқа лимон шырыны және су, қант қажет. Сиропымызды жақтық. Енді үстіне тегістеп, кремімізді жағып шығамыз. Рулетімізді осылай ораймыз. Барлығын орап болғаннан кейін пергамент қағазына салып, екі жағын жауып, жарты сағатқа қоямыз. Рулетіміз дайын болды. Енді ыдысымызға салып, үстіне крем жағып шығамыз. Бұл жерде крем мен қаймақ пен қант ұнтағын салдым. Сіздерде басқа кремдар салсаңыздар болады. Енді лимон цедрасын әдемілік үшін және лаймды кесіп салдым. Рулетіміз дайын болды. Өте оңай, қарапайым, тез жасалатын рулеттардың бірі. Отбасымыздың сүйікті рулеті. Сіздерде жасаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.